Қостанай қаласы мен Тобыл кентінің арасы небәрі 5 шақырым. Екі жаққа қатынайтын тас жол әдетте тым-тырыс болатын. Бірақ бұл жолы аталмыш трассаның 3-ші шақырымында адам қарасы тым көп. Қаптаған сақшылар мен еріктілер, дабыл қаққан көліктер және тағысын тағы. Көп ұзамай оқиға орнына жедел жәрдем келді. Бірақ дәрігерлер қажет болған жоқ. Жол жиегіндегі орман алқабынан жас қыздың мәйіті табылып отыр. Оған бірінші болып тап болған еріктілердің бірі мүрденің жағдайын көріп шошып кеткен екен. Марқұм тырдай жалаңаш, бас сүйегі шашылып мыжылған, тұла бойы қан жоса. Сорақысы оның артқы жағы айырылып, тіпті тікшегі ақтарылып сыртқа шығып кеткен. Қанды қылмыстың талайын көрген сақшылар да бұл сұмдықтан абдырап қалғаны бар. Бұл 210-шы қылмыстық іс. Қостанай облысы. Қазіргі құбылмалы заманда жан-жақты болған өте маңызды. Трендтерді жіті бақылап, уақыт талабына сай болуға міндеттіміз. Заманауи технологияларды меңгергеніміз абзал. Әсіресе жасанды интеллект құралдарын. Қылмысыңды мойында. Мойындасам, Абай бол мен туралы деректі фильм шығарады. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналымда өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы 0-ден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар. Сабаққа жазылу үшін төмендегі WhatsApp сілтемесіне өт балам. Жергілікті полиция бөлімшесіне келген әйел кісі қызының жоғалып кеткенін хабарлайды. Бойжеткеннің аты жөні Дарья Махортова, 18 жаста. Анасының сөзінше, қызы спортқа жақын. Күнделікті кешкі уақытта жүгірумен айналысатын болған. Дарья Қостанай қаласының іргесіндегі Тобыл кентінің тұрғыны. Арасы небәрі 5 шақырым. Яғни ол күн сайын тас жолдың жиегімен қалаға жүгіріп барып, сосын артқа оралатын болған. Әдетте 1 сағатта үйіне келетін, бірақ бұл жолы ізім қайым жоқ. Телефоны да сөндірулі. Анасы бастапқыда таныстары мен туыстарына жүгініп, Дарьяны өз күшімен табуға тырысқан. Алайда қараңғы түсіп кеткендіктен әрекеттеріне нәтиже болмайды. Арыз қабылданған соң сақшылар іздеу шараларына кірісті. Дей тұрғанымен, анасы мен туыстары қол қусырып отырмай, жергілікті әлжелі парақшалары және чаттарда дабыл қағып, хабарландыру береді. Нәтижесінде іздеу шараларына азнаулақ еріктілер қосылады. Тіпті Дарья туралы қандай да бір ақпарат үшін 500.000 теңге сыйақы тағайындалған. Алайда бәрі бекер. Бойжеткен ізім қайым жоқ. 18 жастағы қыздың жоғалып кеткені жайлы қауесет Қостанай қаласы мен Тобыл кентінің тұрғындары арасында тарап, айтарлықтай резонанс туды. Ал жергілікті чаттарда жаппай таралған хабарландырудың арқасында іздеу шараларына 100-ге жуық еріктілер қосылды. Дарьяның күнделікті жүгіретін бағыты белгілі. Сондықтан сақшылар мен еріктілер Қостанай мен Тобыл арасындағы тас жолда шолып жүр. Жолдың ұзындығы 5 шақырымға жуық. Трассаның екі жағында шолу керек болғандықтан іздеу аумағы ұлан-ғайыр. Яғни тез табу үшін еріктілер мен сақшылардың саны аздау болып тұр. Көп ұзамай полицияға әлде бір жігіт хабарласып, жоғалған Дарьяға ұқсайтын қызды көргенін хабарлайды. Айтуынша, ол алыстан әлде бір ер адамның жас қызды жұлқылап, итеріп жол жиегіне құлатқанын көрген. Бірақ ерлі зайыптылардың жанжалы деп ойлап, араласпауды ұйғарыпты. Бірақ полицияға қоңырау шалып болған жайтты хабарлаған. Алайда келесі күні жоғалған қыз жайлы хабарландыруларды көргенде елең ете қалған.
Суреттегі қыз жол бойында әлдебір ер адамнан жәбір көріп жатқан бойжеткенге қатты ұқсайды. Сөйтіп куәгер жігіт еріктілер қатарына қосылып, қызды соңғы рет көрген жерді шола бастайды. Осылайша бірнеше минуттан кейін қорқынышты жайтқа тап болғаны бар. Қалың шөптің арасында тырдай жалаңаш қыздың қан жоса мәйіті жатыр. Бас сүйегі мыжылып, тұла бойы қанға малынған. Бірақ сорақысы бұл емес. Марқұмның жамбас жағы жыртылып, тікшегі ақтарылып сыртқа шығып кеткен. Жүрегі аузына тығылған жігіт жан ұшыра айқайлап сақшыларды шақырады. Шамамен жарты сағатта оқиға орны толығымен қоршалып, тергеу тобы мәйітті мұқият тексере бастайды. Нәтижесінде жақын төңіректен жеке заттары табылып, тергеушілердің қорқынышты күдігі расталды. Марқұм 18 жастағы Дарья Махортова болып шықты. Сарапшылар адам шошырлық жайттарды анықтайды. Мәйіт тырдай жалаңаш және сау тамтығы қалмаған. Басы мыжылып, беті езілген. Артқы жағы жыртылып, тікшегі сыртқа шығып кеткен. Кеуде сүйегі сынып, іші мен бүйрек тұстары көгерген. Ал омырауларынан терең батқан тіс іздері анықталып отыр. Барлық нышандар жыныстық зорлықтың болғанын меңзеп тұр. Көп ұзамай сарапшылар бұл тұжырымды растап, мәйіттің жыныстық мүшесінен ұрық қалдықтарын тапты. Сондай-ақ оқиға орнынан қанға малынған таяқ және кірпіштер анықталады. Нышандарға қарасақ, Дарьяны әлдебір ер адам зорлап, соққыға жығып өлтірген. Мұнысы аздай, өліктің артына таяқ тығады. Сосын басына және кеудесіне бар күшімен кірпіштерді лақтырған секілді. Алайда сараптама сұмдық әрі тосын нәтиже бергені бар. Дарья өз қанына қақалып мерт болған. Яғни таяқ тығып, кеудесіме басына кірпішпен ұрғанда, ол тірі болыпты. Соңғы соққы тиген соң, шамамен жарты сағаттай кеудесінде жаны болған. Нәтижесінде кеуде қуысы мен өкпесі қанға толып, тұншығудан аласұрып, жан тапсырыпты. Айуанды қылмыс жайлы ақпарат тез тарап, елді дүрліктіргені бар. Сақшылар тұрғындарды қанша сабырға шақырғанымен, даурыққан халық әдеттегідей әлдебір маньяктың пайда болғаны жайлы қауесеттер тарата бастайды. Демек, жағдай ушықпай тұрғанда қылмысты тез арада ашу керек. Оған қоса, тергеу барысы басшылықтың жіті қадағалауына өтті. Тергеушілердің бар үміті Дарьяны соңғы көрген куәгерде. Жауапқа алынған ол марқұмды жұлқылап итерген ер адамды сипаттайды. Айтуынша, әлгі күдікті шамамен 30 жаста, қара торы, арық денелі. Үстіне ақ түсті жеңіл жейде, бұтына шолақ шалбар киген. Сөйтіп фотороботы жасалып, бірнеше сағатта барлық бұқаралық ақпарат құралдары, парақшалар мен чаттарда жарияланды. Бірақ фотороботтағы адамның жүзі ебедейсіздеу салынғандықтан болар, таныған адам табылған жоқ. Нәтижесінде фотороботтың екінші нұсқасы жарияланады. Бірақ бұл әрекетте нәтиже бере қоймады. Енді тергеушілер бейнебақылау камералары арқылы оқиға кезінде тас жолмен ары-бері өткен көліктердің бәрін шолуға көшті. Тексеретін көліктердің саны аз емес. Демек, тергеу барысы біршама созылғалы тұр. 18 жастағы Дарья Махортова Қостанай қаласының іргесіндегі Тобыл кентінің тұрғыны. Жалғыз басты анасының жалғыз перзенті. Кішкентайынан алғыр болып өсіп, оқу озаты болды. Сондай-ақ мектеп қабырғасында ерекше белсенді болатын. Спорттық жарыстар, КВН, ән байқауы секілді барлық шараларға қатысатын еді. Талай пәндік олимпиадалардың жүлдегері. Оған қоса, сурет салумен де қызығатын ол, өз үйінің қақпасын осындай көрініспен әрлеген екен. Мектепті тәмамдаған соң, Ресейдің Сухойлок қаласындағы медициналық колледжге түседі. Әзірге тек фельдшер мамандығына, алайда оның арманы асқақ болатын. Колледжді аяқтаған соң, медициналық жоғарғы оқу орнына түсуді жоспарлап жүрді. Сөйтіп түптің түбінде бір аурухананың бас дәрігері болуды армандайтын. Туыстарының айтуынша, ол сөз арасында дәрігер болғанда анамды тегін емдеймін деп әзілдейтін болыпты. Осылайша колледжінің алғашқы оқу жылы аяқталып, Дарья екінші курсқа өтті. Сөйтіп жазғы демалыста қара шаңырағына келеді. Кішкентай кезінен спортқа жақын болған ол, есейгенде де бұл әдетін тастаған жоқ. Күнделікті кешкі уақытта 1 сағаттан жүгіретін еді.
Алайда әрдайым күлімдеп жайдары жүретін кішкентай қыздың өмірі әлде бір малғұнның кесірінен шорт кесілді. Тергеу амалдары қарқынды жүріп жатқанымен ешқандай нәтиже болмай тұр. Мәйіттен табылған ДНК қалдықтарының иесін анықтауға бағытталған сараптамалар жасалуда, бірақ қорытындысының шығуына біршама уақыт керек. Ал тергеушілердің күтетін уақыты жоқ. Облыстық полиция басқармасы істің жылдам ашылуын талап етуде. Газеттер, телеарналар және әлжелде жарияланған күдіктінің фотороботын танығандардың қарасы жоқ. Нәтижесінде тергеушілер фотороботтағы адамды істі болған қылмыскерлердің базасынан іздеуге көшті. Яғни бұрын соңды қылмыстық жауапқа тартылғандардың арасынан фотороботқа ұқсайтын адамдарды біртіндеп шола бастайды. Осылайша тергеушілердің бұл амалы дөп түсіп, тексеру кезегі әлдебір 26 жастағы Руслан Ажановқа түсті. Есігінің алдында тұрған сақшыларды көрген ол, тұла бойы қалшылдап, жасаған қылмысын бірден мойындайды. Бірақ жауап алу барысында тың деректің беті ашылды. Анықталғандай, Руслан Ажанов айуандық қылмысты жалғыз өзі жасамаған, қасында досы болған екен. Егіліп жылап ағынан жарылған ол сыбайласының кім екенін жайып салды. Ол әлдебір 30 жастағы Анатолий Шевченко. Бірақ оны табу оңай болған жоқ. Нәтижесінде Шевченко бір аптадан кейін таныстарының үйінен анықталып, құрықталды. Сөйтіп екі сыбайлас тергеуге барынша ат салысып, айуандық қылмыстың жай жапсарын баяндай жөнелді. «30 жастағы Анатолий Шевченко және 26 жастағы Руслан Ажанов айнымас достар. Екеуі де кезінде ұрлық, қарақшылық тонау және төбелес үшін істі болған. Шевченко құрылыс нысандарында бетон дайындаушы болып істейді. Бұрын соңды үйленбеген, сүр бойдақ. Бала шағасы жоқ. Ал Ажанов болса тұрақты жұмыс жасамайтын. Әртүрлі қара жұмыстарға жегіліп, кездейсоқ нәпақамен күн көретін болыпты. Үйленген, кішкентай екі қыздың әкесі. Өткен шақтарында ұсақ-түйек қылмыстар жасағанымен, былай қарасақ, қарапайым адамдар. Сондықтан тергеушілерге олардың адам айтқысыз жауыздығының себебі түсініксіз болды. Дей тұрғанымен, мойындау жауаптарын беріп, қылмыс барысын баяндағанда, тіпті тәжірибелі тергеушілердің де аптырап қалғаны бар. Шевченко мен Ажанов басқа достарымен бірге күні бойы Қостанайдың қалалық жағажайында демалады. Тек шомылып қана қоймай, ішімдіктен ұрттайды. Осылайша 5 сағаттай өтіп, қараңғы түсе бастағанда бәрі тараса бастаған. Ал екі сыбайлас Шевченконың көлігіне отырып, Тобыл кентіне қарай жол тартты. Сөйтіп жол жөнекей, жолдың жиегімен жүгіріп келе жатқан әдемі бойжеткенді байқаған бойда Шевченконың арам пиғылы оянған. Ол досына әлгі қызды зорлауды сұнғанда, ыржалақтаған Ажанов ойланбастан келсе кетіпті. Олар көлікті дереу тоқтатып, Дарияның ізіне түсіп, жүгіріп ілескен. Артынан қуып жеткен Ажанов қызға жармасып жұлқылай бастайды. Зәресі қашқан Дария болса, барынша қарсыласып көмек сұрап айқайлай жөнелген. Бірақ еңгезердей жігітке шамасы жеткен жоқ. Ажанов оны итеріп, жол жиегіндегі жараға құлатады. Дәл осы сәтті жолдың арғы бетінде келе жатқан куәгер жігіт байқап, полицияға қоңырау шалған болатын. Ал жырада тұрған Шевченко төменге домалап құлаған қызды шап беріп ұстап, аузын алақанымен жапқан. Осы кезде Ажанов келіп, байқұс қыздың қолдарын ұстап қылқындыра бастайды. Ал Шевченко қыздың шалбарын шешіп, өзде шешінеді. Сөйтіп арам пиғылын асырып болған соң, кезекті Ажановқа берген. Бірақ осы кезде куәгер жігіттің қоңырауы бойынша патрульдік сақшылар келеді. Полицияның дабыл жарықтарын көргенде сыбайластардың зәресі ұшып, біреу қыздың аузын алақанымен жапса, екіншісі қылғындырып жатты. Ал жолдың бойында тұрған полиция көлігінен сақшылар шыққанда жоқ. Бірнеше минут тұрып, өз жөнімен кете барыпты. Зорлау кезегі Ажановқа келген болатын. Бірақ сақшыларды көргендіктен болар, қатты қобалжып, қозалмайды. Досының қауқарсыздығын келеме жеткен Шевченко еңіреп жылаған қызды екінші рет зорлайды.
Шевченко арам пиғылын асырып болып киіне бастағанда, еркектік намысы тапталғанына ызаланған Ажанов жерден таяқ тауып қызды соқпақтай жөнелді. Дарья жан ұшыра шыңғыра бастаған соң, Шевченко да оның ішінен және бүйректерінен тепкілей кеткен. Ауыр соққылардан тынысы тарылып, көздері қарауыта бастағанда, қанішерлер оны тырдай жалаңаш шешіндіреді. Жыныстық қатынасқа түсе алмағанына ызаланған Ажанов әлгі тауып алған таяғын қыздың жамбасына сұғып алады. Сөйтіп бірнеше рет бұрап, қайта суырып алған. Салдарынан қыздың тікішегі ақтарылып сыртқа шығып кетеді. Бірақ Дарья бәрібір берілген жоқ. Барынша жанталасып, жорғалап тас жолға шығуға әрекеттенеді. Қыздың жанкештілігін көрген сыбайластар ыржалақтап күліп, аяқтарынан сүйреп тарта береді. Сөйтіп жақын маңнан табылған кірпіштерді бар күштерімен қыздың басына, кеудесіне және денесіне тастайды. Нәтижесінде тұла бойының сау тамтығы қалмай, қан жоса болған. Бас сүйегі жарылып, кеуде қуысы сынады. Салдарынан өкпесі қанға толып, Дарья өз қанына қақала бастайды. Ал Шевченко мен Ажанов болса, киімдерін қағып, көлікпен үйлеріне жол тартты. Тергеу барысында ағынан жарылған сыбайластар қанша жыл арқалайтынын білген соң, сот басталғанда өзгеріп шыға келді. Айтуларынша, олар ешкімді зорламаған және өлтірмеген. Ал тағылып жатқан айыптаулардың бәрі жала. Бірақ тергеушілердің бұл тартпас айғақтары бар болатын. Екеуінің де үйлерін тінту барысында марқұмның қан іздері бар киімдер табылды. Жалпы саны 30 шақты сараптама жасалып, мәйіттен табылған ұрық қалдықтары Шевченкоға тиесілі екені расталады. Сондай-ақ, мәйіттің омырауында қалған тіс іздерінің бедері жасалып, олардың Шевченко мен Ажановтікі екені дәлелденді. Жазадан құтылмасын түсінгендіктен болар, екі қанішер кез келген сот үкіміне дайын екендерін мәлімдеген. Нәтижесінде 26 жастағы Руслан Ажанов 23 жылға қамалса, 30 жастағы Анатолий Шевченко 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған қоса, марқұмның анасына 4 миллион теңгеден өтемақы төлеулері тиіс деп бекітілді. Дей тұрғанымен, марқұмның анасы Ольга Покатаева сот үкімімен келіспей апелляция береді. Яғни малғындарды өмір бойына қамауды талап еткен. Алайда сот үкімі өзгеріссіз қалды. Аталмыш істе жауапқа тартылған Шевченко мен Ажанов қана емес. Сондай-ақ, оқиға орнына келіп, көліктен шығуға ерінген патрульдік сақшылар да жазаланды. Қызметтік міндеттеріне салғырт қарағаны үшін старшина және аға сержант 1,5 жылдан арқалап кетті. Ал куәгерден қоңырау қабылдаған 102 диспетчер қызметкері жұмысынан босатылды. Видео соңында айтпағым, Абайбол арнасына демеушілік етіп, экрандағы QR-код немесе төмендегі Каспи Пэй сілтемесі арқылы қалаған сомада донат жасай аласыздар. Қолдауларыңыз жұмысыма серпін беріп, маған үлкен мотивация беретіні айтпай-ақ түсінікті. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.